голымыз болды дейді Уэльс жанкері. Бапкерде қызметінен кетті, сонда бұл 7-0 ғой деп Бельгия жанкері айтты. Ал Манчестер Сити жұлдызы Жереми Доку болса, маған 19 нөмірлі ойыншы ұнады деп Дастан Сәтбаевты мақтай түсті. Жалпы бүгін ойындарға барынша қысқа шолу жасап, мән-жайды түсіндіріп, шетел халқының пікірлеріне өтейік. Уэльспен үйде ойнадық. Бізде ойын өрнегі болмаса да, қарымта шабуылдарда өзімізді жақсы көрсеттік. Уэльс бірінші таймда үйтіп-бүйтіп әрең салған голынан кейін де оған дейін де дым бітірмеді. Ал біз қаншама сәттерімізді пайдалана алмадық. Өкінішті. Есеп 0-1. Ұтылсақ та кішігірім жақсы жаңалық бар. Уэльс жанкерлері Астанадағы дағдарыс орталығына барып, тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдер мен балаларды қолдауға шамамен 500 фунт көлемінде қаржы беріп кетіпті. Бұл шамамен 370 мың теңгедей. Жанкерлерінің мұнда игі істеріне көп рахмет. Екінші ойынға келейік. Бельгияның астанасы Брюссельде Бельгияға қарсы болды. Енді бұны ойын деп те айту қиын. Біздің құраманың доп ұстаған ойыншы байқамадым да. Бельгия 6 гол саламыз деп те ойламады-ау шамасы. Себебі басында салмақты түрмен шығып жеңу керек деген құлшыныстары ойын соңына қарай мен салам, мен тебем деген көңіл күйге ауысып кетті. Қақпаға 2 рет теуіппіз. Бірі ойыншы емес және ең басында, ал екінші соққыда Куртуаның футбол алаңында екені есіне түсті. Сонда Куртуа қақпада болмаса 6-да 2 болады екенбіз деген әзілдер де бар. Бірақ маған ең өткен әзіл мынау болды. Куртуа қазақтарды жақыннан көре алмадым депті ғой дейді бір пікірде. Шындық араласқан әзіл. Әрине біздің қазақтар әзілді қатырады. Қуанышты да, мұңлы кезде де қыстырып қала береді. Сонда да қанша жеңілсек те жанкерлігімізді тоқтатпаймыз. Бельгиямен ойында жалғыз ұнағаны ол Дастан Сәтбаевтың шыққаны және ешкімге пас бермей өзі жеке ойнағаны. Әрдайым командаға ойнау керек, пас міндетті түрде болу керек деймін. Бірақ есеп 6-0 болып, әріптестерің доп ұстай алмай жатқан кезде басқа не қалады. Ойынды өзіне алудан мүлде қорықпай, жақсы сәттерге ие болды. Қысқа шоуларымыз осы. Енді ойынға арнайы айтылған пікірлерге келейік. Сіздермен бірге желе аяқтайыныз, және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Алдымен Уэльспен болған ойынның пікірлері. Уэльс құрамасының бас бапкері Крейг Беллами. Бұл өте ауыр жұмыс болды. Шынымен де ауыр. Қазақстанда ойнау қиын екенін алдын ала білдік. Соңғы жылдары британдық клубтар мен ұлттық құрамалар үшін мұнда келу сынақ секілді. Алаңда мұны көрдіңіздер. Ойын ойдағыдай болмады. Нәтижеге әрең дегенде қол жеткіздік. Жалғыз голдың авторы Киффер Мур. Үлкен жеңілдік сезініп тұрмын, ашық айтуға болады. Екінші таймда біз қорғаныста көп уақыт өткіздік. Бірақ 3 ұпай алу команда ішінде, іріктеу науқаны ішінде қажет болды. Уэльс құрамасының капитаны Бен Дэвис. Бұл біздің жақсы ойынымыз емес, себебі мұндай жерлерде ойыну әрқашан қиын. 3 ұпаймен елге қайту біз қалаған ең басты нәрсе болды. Қағаз жүзінде көпшілік бізді Қазақстанға қарсы басымдық көрсетіп, бірнеше гол соғуымыз керек деп ойлауы мүмкін. Бірақ іс жүзінде бұл ешқашан оңай емес. Сосын осы ойынға қатысты Барселонадан шыққан испан спорт журналисті әрі талдаушы Фермин Суарес те X әлеуметтік желісінде пікір қалдырыпты. Ғалымжан Кенжебек оң қапталдағы оң аяқпен ойнайтын шабуылшы. Өжет, талантты, жақсы соққысы бар. Ол Испанияның жастар құрамасына 2 гол соққан. Енді ұлттық құрамамен жарқырап жүр. Кеше Уэльске қарсы ойында тамаша өнер көрсетті деп ойын айтты. Ал қарапайым жанкерлер не деп жатыр? Оңай өту тиіс болған матч азап пен уақыт жоғалтуға айналды. Себебі кейбір ақымақ ойыншылар тек өздерінің гол соғуын ойлап, ашық тұрған әріптестеріне пас бермеді. Соның кесірінен көптеген сәттер бекер болды. Бізде де сәттер жоқ емес, бірақ Қазақстанда гол соғатын мүмкіндіктер одан да көп болды. Абырой болғанда жазаланбай қалдық. Ең бастысы жеңіске жеттік. Қазақстан шынымен де қарымта шабуылдар кезінде қауіпті көрінді. Жақсы ойын деп айту қиын, бірақ жеңістің аты жеңіс. Екінші таймда көп кезде жолымыз болды. Соның салдарынан олар мені 30 жасқа қартайтқан секілді. Қақпашының дебюттік ойынындағы сәтсіздік. Баспен жасалған соққыны керемет қайтарды, бірақ қорғанысы екінші топты қайтаруға дайын болмапты. Өзіме мына пікір ұнады, ерекше жазған екен. Уэльс Қазақстан ұтылмау үшін, ал Қазақстан Уэльс жеңу үшін барын салып жатыр дейді. Шын айтсам, Қазақстан кем дегенде 1 ұпайға лайық болды. Керемет ойын көрсеткен Ғалымжан Кенжебек туралы да біраз пікірлер болды. Себебі ерекше ойнап жатқан ойыншыны біздің бапкер екінші таймның басына ауыстырып тастады. Уэльс футболының ресми сайтынан. Қазақстан үзілістен кейін мүлде басқа жігерлі команда болып көріне келді. Кенжебек қақпа маңдайшасына бір тегізіп, қақпа жанынан бір теуіп алды. Сосын ешкім ойламаған жерден қосалқы құрамға кетіп қалды, дейді ресми басылым. Ал қарапайым жанкерлер болса былай дейді.
Бұл матч сәтсіздіктер жинағы сияқты көрінді. Қазақстан неге 17-ші нөмірді алмастырғанын ешқашан түсінбей кетейін. 17-ші нөмірлерін қосалық құрамға жібергендері түсініксіз болды. Біреу болсын 17-ші нөмірдегі жігітті тоқтатсын, Месси секілдеген. Қазақстанның оның қосалық құрамға ауыстырғаны қызық болды. Бапкерлері оны біз үшін жасады. Жақсы кісіген деп сөзін қайырды. Ал енді Бельгиямен болған ойыннан кейінгі пікірлерге келейік. Жалпы ресми конференцияда біздің бапкер Али Алиев бұл жеңіліс менің кінәм деп жұмыстан кететін туралы хабардар еткен еді. Кейін жұмыстан шықпайтын болды. Сосын қайтадан шығады деген ақпараттар тарап жатты. Көреміз ол жағын. Кейінде Елдар Аманбаев есімді журналистке берген сұхбатында неге 5 қорғаушымен ойнайтындығын айтты. Бұл сұрақ көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақ екені рас. Жауап қысқа. Бізде жылдам қорғаушылар жоқ деді. Жеке өзіме бұл жауап ұнаған жоқ. Мысалы, Германияда Хюмус пен Боатенг бар, Италияда Барзали мен Келини бар, Англияда Стоунс пен Кехил бар деген секілді мысалдар көп. Қателессем кешірім сұраймын, бірақ дәл осы қорғаушыларда сол Джереми Докуға жете алмайтыны анық. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Ойыннан кейін Дастин Сәтбаев жанкүйерлерден кешірім сұрады. Барлық жанкүйерлерге алғысымды айтамын. Нәтиже үшін кешірім сұраймын. Біз талдау жасап, жақсара түсеміз. Құдай қаласа, осындай деңгейдегі командалармен бәсекелесеміз. Бельгия құрамасының бас бапкері Руди Гарсия. Біз халықаралық үзіліс кезінде тамаша жұмыс атқардық, және талап етілгеннен де артығырақ күш салдық. Джереми Доку. Команда алғашқы 20 минутта жақсы ойнады. Маған 19-ші нөмірдегі ойыншы ұнады, бірақ мен оны танымайды екенмін. Мен оның ойынына қарап қызықтым. Оған осы алған бетінен қайтпау керек, деп ойын айтты. Қарапайым жанкүйерлер не дейді? Қазақстанға тіл тигізгім келмейді, бірақ бұл максимум чемпионшип деңгейіндегі команда. Сол үшін бұл жеңіс ештеңені дәлелдемейді. Олар терең қорғанысқа сүйенген командаға қарсы ойнады. Сондықтан мұндай жеңіс үшін мақтау алуы қиын. Есесіне сыналу оңай. Егер есеп Англия мен Андорра ойынындағыдай аз болса. Біраз пікірлерден байқағаным, бізді кейбір әуесқойлар ойыншылар бар елдермен шатастырып жатыр екен. Таңда жұмыс, кешке футбол дегендей. Жай ғана әуесқойлар мен күнделікті жұмысқа баратын қарапайым адамдарға қарсы ойнағанына мақтанады. Бельгия жеңіл режимді қосып ойнады. Қазақтың бапкерінде қызметінен кетуге мәжбүрледі. Сонда бұл 7-0 ғой. Маған қызық, неге Қазақстан УЕФА-да ойнап жүр? Бірақ одан да бір жерге іріктелуге мүмкіндік алу жақсырақ емес пе? Меніңше мұнда қаржылық және логистикалық себептер болып тұр. Қандай ақымақ Қазақстанға, Лихтенштейнге қарсы футбол көруге барады? Тіпті маған ақша төлесе де, мен бәрібір жоқ дерем. Бельгиялықтар тағы да жеңіске жетті. Ой, олар сірә қатты мақтанған шығар. Әдетте күнде өз фирмасында жұмыс істейтін бір топ ойыншыларды жеңгеніне. Рейтингте 100-ден аса төмен тұрған елдерді 2 рет 6-0 есебімен жеңу дегенді мен де істей алар едім. Қазақстан? Жарайды, жаман емес. Бірақ одан да мықты командалар бар ғой. Лихтенштейнде тіпті наубайшы ойнайды екен. Тым мақтанудың немесе қатты қуанудың қажеті жоқ. Олар өте әлсіз 2 команданы жеңді деп үн қатты. Жалпы Уэльс жанкүйерлері бізбен ойын қиын болды деп жатса, ал Бельгия жанкүйерлеріне бұл ойын мүлде қызық емес. Тіпті 6-0 өтіп жатса да, ешкім ондай мақтанып та жатқан жоқ. Тіпті ойыншылардың өзі гол салып жатса да, ондай бір айқайлап қуанғанды да көрген жоқпыз. Не дегенмен Бельгия топ команда ғой. Кезінде Бразилияны да, Англияны да барлығын ұтып, әлем чемпионатына өзінің орнын алып жатты. Сол үшін 6-0 деп көңіліміз түссе де, ондай қатты мұңаймаймыз. Сіздермен бірге желаяқтарыңыз. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, ардама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Аман болыңыздар.